Сенде мәселе бар ма? Тоқта. Білесің бе, бұл мәселе саған шешілмейтіндей көрінеді. Ол таулардан да үлкен. Жалпы ештеңе істеу мүмкін емес сияқты. Білесің бе, мен мұндайды өте көп рет бастан өткердім. Екінші рет банкрот болғанымда мені армян мафиясы алдап кетті. Мен Қырғызстанда миллиондап қарыз болып қалдым, қашуға тура келді. Бұл 90-шы жылдар еді. Бұл, білесіздер ме, өте қиын кездер болатын. Ол кезде сөзбен емес, бірден өлтіріп тастайтын. Маған 6 жыл бойы қашуға тура келді. Білесің бе, Құдай менің мәселелерімді шешті. Бұл шешілмейтін мәселелер еді. Толығырақ айтпай-ақ қояйын, бірақ мен 4 рет клиникалық өлімді бастан өткердім. Мен тозақты да, жұмақты да көрдім. Өмірімде керемет ғажайыптар болды, таңғажайып түстер көрдім. Білесің бе, осы мәселелерге тап болғанда мен ойладым, бәрі, өмірім бітті. Бірақ мен өмірімді өзгерткенді таныдым. Және білесің бе, ол саған да көмектеседі. Сілтеме арқылы менің Telegram арнама өт, мен ол жерде керемет ғажайыптар туралы айтып отырамын. Шынайы оқиғалар, Құдай менің өмірімді қалай көтеріп, өзгерткенін айтамын. Егер сен осы Құдаймен кездескің келсе, егер мәселеңнің шешілгенін қаласаң, мен саған айтайын, шешілмейтін мәселе жоқ. Сенің бүкіл тығырыққа тірелген жағдайың бұл тек басыңда, бұл жай ғана, сенің ойларың. Жағдайлар осылай болып, ешқандай жол жоқ сияқты. Мүмкін сен көп ақша қарызсың, мен білмеймін. Өмірмен бір жола қоштасқың келіп, асылып не атып өлгің келетін шығар. Бірақ білесің бе, саған қамқор болатын біреу бар. Сені дүниеге әкелген және саған көмектескісі келетін біреу бар. Ол шынымен де кез келген жағдайдан шығатын жол береді. Өйткені мен өзімде, тағы да айтамын, шешуі мүмкін емес керемет қиындықтар мен жағдайлардан өттім. Және Құдай шешті. Ол маған екінші өмір сыйлады. Егер сен осы Құдаймен таныстың келсе, менің Telegram арнама өт, сонда сен бұл туралы білесің.